Күн салқындағанда кез келгеніміз суықтап ауырамыз. Қызу көтеріліп, бойымызды әлсіздік мазаламаса да жөтел қысады. Әсіресе түнде тыныштығымызды алатын жасырын емес. Бұл жөтелден дәрісіз де құтылуға болады. Ол үшін үй жағдайында мына емдік әдісті қолданып көріңіз. Жылы сүт тамақты жұмсартады, қақырықтың оңай шығуына ықпал етеді, әрі жөтелді емдейді. Ал сарымсақ тамақ жолындағы инфекцияны жойып, микробтың жойылуына тосқауыл болады. Ол үшін сүтті жылытасыз. Оған жарты шай қасық май, бір тіс езілген сарымсақ, бір ас қасық бал мен су араластырып ішесіз. Ал дәмді әрі ем болатын коктейль қылып ішкіңіз келсе, бір стақан сүтті жылытасыз. Оған бал, банан және какао қосып, блендермен араластырыңыз. Бұл сусындар жөтелді тез емдейді, әрі суықтап ауруға жол бермейді. Сұйық әрі жылы шоколад тамақ ауруын емдеумен қоса көңіл күйді көтереді. Какао суыққа қарсы күресетін керемет дәрі екенін біліп жүріңіз. Оған қоса жүйкені тынықтырып, жөтелді де емдеуге қабілетті. Емдік сусынды дайындауға қара шоколад, сары май мен шекер керек. Алдымен шоколадты үккіштен өткізесіз. Ұнтаққа май мен шекер араластырып, ыдысқа салыңыз. Үстіне қайнаған сүт құйып, бірнеше минут араластырасыз. Емдік сусын салқындаған кезде ішуге болады. Бір дана картоп пен бір дана пиязды және бір дана алманы 1 литр суға салып, баяу отта қайнатасыз. Картоптың қабығын аршымайсыз. Ал пияздың қабығын аршу керек. Сөйтіп, осы қайнатпаны 2 есе азайғанша оттан алмай қайната бересіз. Дайын болған сұйықтықты 1 шай қасықтан күніне 3-4 рет ішіңіз. Жөтелден тез жазыласыз. Жаңадан сығылған 40 қабат шырынына бірдей көлемде шекер қосып, жақсылап араластырасыз. Бұл сусын қақырық түсіруге таптырмас дәрі бола алады. Қанттың орнына бал қоссаңыз, дәрінің әсер етуі күшейе түседі. Бір дана пиязды алып, қабығынан аршисыз да 4-ке бөлесіз. Сосын оны банкаға салып, үстінен 1 шай қасық бал салып, қақпағын жабасыз. Осылайша пиязға таңға дейін тиіспейсіз. Сонда таңертең дәмді шарбат дайын тұрады. Мұны қатты жөтел қысқанда 1 шай қасықтан әр сағат сайын ішіп отыруға болады. Жөтел қысқан кезде таңқурай қосылған шай ішсеңіз, тез арада аурудан айығып кетесіз. Ылғалды жөтелдің бірден-бір емі компресс. Көкірекке жасалған компресс өкпе, тамақ, ауыз қуысын толық тазалап, жөтелден тез айықтырады. Жылы компресс қақырықты жұмсартып, қабынуды емдейді, әрі көкіректегі сырылды басады. Қайнатылған картопқа май қосып езіңіз. Жылы езбені көкіректің айналасына жағып, сыртынан пленка жабыстырасыз. Үстіңізге көрпе орап, 10-15 минут жату керек. Балды ертіп аласыз. Оған май араластырып, көкірегіңізге сіңдіріп жағыңыз. Тіпті табаныңызға, мойныңызға жақсаңыз да болады. Сосын жылы оранып, 3-4 сағат жату керек. Емді түнде ұйқыға жатар кезде жүргізген жөн. Таңертең жылы сумен шайынып аласыз. Бұл компресс мазаңызды алған жөтелді бірақ күнде емдей алады. Достар, бүгін дайындаған жөтелге қарсы пайдалы ақпаратым ұнаса, келесіде шығатын пайдалы ақпаратымды жіберіп алмас үшін каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.